Қайырлы күн, құрметті оқырман. Еліміздің жүрегі Астанамыздың туған күні құтты болсын. 6 шілде Астана күніне арналған Жаса, Жайна, Астана атты кітап көрмесін назарларыңызға ұсынамыз. Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасынан елордамызға арналған кітаптарды таба аласыз. Жан жүрегім Астана кітабы. Қанатын кеңге жайып бара жатқан елорданың кешегісі мен бүгінгі, оның ертеңгі қадамдары республикаға белгілі фотожурналист, Қазақстан Республикасы премьер-министрінің жеке фотосуретшісі қызметін атқарған Шүкір Шахайдың «Жан жүрегім Астана» атты фотоальбомында жан-жақты көрсетілген. Еліміздің бас қаласы Астананың 20 жылға тарихын осы фотоальбом арқылы көз алдымызға елестетуге болады. Фотоальбом тақырыптарға талғаммен әрі мазмұндылығымен бөлінген. Жан жүрегім Астана, Астананың өркендеуі, Қазақстанның өркендеуі деген ұғымды терең аша келіп, суреттерді алға тарта отырып, сол арқылы елорданың маңыздылығын, алатын орнын, мәртебесін айқындай түседі. Фотоальбом көпшілік оқырманға арналған. Нұрсұлтан Назарбаевтың Еуразия жүрегінде кітабы. Кітапта күрделі шешімдер, қанаттастардың көмегі, сәулет саласындағы ізденістер, қаланың болашағы туралы ойлар, өлкенің аңыздары мен жер-су атаулары, тұрмыстың түйткілдері, тарихи салыстырмалар, Астананың бедері мен әсемдігі, бір сөзбен айтқанда, жаңа елордаға арналған ойлар мен істер бейнеленіп жазылған. Астана 20 жылдық шежіресі энциклопедиясы. Кітапта Астана қаласының жаңа тұрпаты, сәулет келбеті, айрықша шаһарға айналу жолы, қаланың әкімшілік аумақтық құрылымы, экономикасы мен қала шаруашылығындағы әлеуеті, әлеуметтік саласы мен мәдени өмірі туралы жан-жақты мағлұмат берілген. Сонымен қатар, жеріміздің тұтастығын, еліміздің еркіндігін сақтап қалуға үлес қосқан тарихи тұлғалар, соңғы 20-25 жыл ағымында тәуелсіз Қазақстанның, оның Астанасының аяғынан тік тұрып қалыптасуына еселі еңбек еткен әр саланың майталман мамандары, өмірі мен қызметі, нақты деректермен баяндайтын мақалалар ұсынылған. Тортай Сәдуақастың Астана аймағы кітабы. Бұл жинақ тәуелсіз еліміздің астанасы Ақмола өңірі мен елорда өмірі туралы тарихи еңбек. Кітапта Еуразия кіндігі, Ақмоланың бұрында Орта Азия мен Ресейді байланыстырып тұрған саяси әкімшілік сауда-саттық орталығы ретінде маңызды рөлі баса көрсетіледі. Кітапқа енген материалдар Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұрағатының құжаттары негізінде әзірленген. Кітап көрмесіндегі барлық кітапты біздің кітапханадан таба аласыз.